Қайырлы күн достар. Қазақстанда мынау қанттың бағасы жыл басынан бастап 51%-ға өскен. Қант экспортына тыйым салынды. Осыған қатысты мәселені жақында мәжіліс отырысында депутат Фахриддин Қаратаев көтерген болатын. Депутаттың айтуынша қанттың тек 10% ғана отандық шикізат өндіріледі, қалғаны импортқа тәуелді. Депутат қаншалықты рас сөйледі? Бірге тексерейік. Сондықтан да республиканың қантқа жылдық қажеттілігі орта есеппен 550-600 мың тоннаны құрайтын. Енді біз сауда және интеграция министрлігіне сауал жолдап, нақты жауап алдық. Бізге берген мәліметке сәйкес, расымен жылына 550 мың тонна қант қажет екен. Енді мына инфографикадан біздің кейінгі 5 жылда қанша қант тұтынатынымызды қараңыздар. Жалпы тұтыну көлемі бойынша кейінгі 2 жылда 500 мың тоннадан асқан. Және қанттың тек 10% ғана отандық шикізаттан өндірілетін, қалғаны импортқа тәуелді екенін және кәсіпкерлер қантты дер кезінде Қазақстанға жеткізілу міндеттілігін ескере отырып, мәселені шұғыл шешуді талап етеді. Ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметіне сәйкес, отандық шикізаттан өндірілетін қанттың үлесі 10%-ке де жетпейді делінген. Министрлік біздің сауалға жауап бергенде 7,1%-ды құрайды деген болатын. Шынымен де бұл 10%-ға да жетпейді ғой. Мы говорили о том, что бағанадан бері қанттың бағасы өсіп жатыр. Ең көп өсім наурыз айында болған. Ақпан айымен салыстырғанда 33,2%-ке артқан. Осыған орай ауыл шаруашылығы министрлігі 13 мамырда қант экспортына тыйым салды. Назарларыңызға рахмет. Елімізде болып жатқан жағдайға бей-жай қарамай, фейк ақпаратқа алданбай, бізбен бірге болдыңыздар. Чао.